Қазақ қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Бабаларымыз қарттарын сыйлап, халін сұрап барып, батасын алып тұрған. Дәстүр сабақтастығын бұл күнде Түрксіб ауданының әкімшілігі жалғап жүр. Әлімхан апайымыздың 100 жылдығына келіп жатырмыз. Ол кісіге зор денсаулық тілейміз, бала шағасына бақ береке тілейміз. Мына аудандық акиматтың атынан, Нұр Отанның атынан, одан кейін депутатымыз Бекмұхамбетов Айбол Анварович деген азамат бар, сол кісі совет ардагерлер кеңесінің атынан келіп, бәріміз өзіміздің кішігірім сыйлығымыз бар еді. Соны тапсырып кетсек пе деген немен келіп отырмыз. Әлімхан анамыз 1917 жылы Алматы облысы Қарқара ауылында дүниеге келген. Бала кезінде 9 бірдей бауырмен тылда еңбек еткен. Ауыл мектебінен білім алып, әрмен қарай сауат ашу мектебінде оқушылар тәрбиелейді. Өмірлеріңіз ұзақ болсын, сұрақтарыңыз. Замандарың тыныш, бақыттарың ілгері болсын. Осы қаланың қызығын көріп, сендерің алдағы тауба. 1938 жылы көрші ауылдың еңбек сүйгіш жігіті Тұрысбекке тұрмысқа шығады. Батыр ана 3 қыз бен 7 ұлға жарық дүние сыйлаған. Тұрысбек ақсақал ерте өмірден өтсе де, Әлімхан анамыз ұл қыздарының бәрін оқытып, ұясы мен қиясына қондырады. 100-ге келген мерейлі мерекесіне ұрпақтарымен қатар Түрксіб ауданның әкімшілігі, Нұр Отан партиясымен қатар Алматы қалалық мәслихатының депутаты Айбол Әнуарұлының көмекшісі арнайы келді. Бүгін біздің депутат 34 округ бойынша Алматы қаласы мәслихатының депутаты Бекмұхамбетов Айбол Анваровичтің атынан Әлімхан апамыздың туған күнін, яғни 100 жасқа келуін құттықтап, кішігірім сыйлығымызды беріп, ол кісінің бала шағаларымен танысып, үйінде болып жатқан үлкен тойын көрдік. Және де мына Алматы қаласы әуежайының коллективінің атынан, ұжымның атынан сол кісіні құттықтауға келіп отырық. Батыр ана Әлімхан әлі де тың. Қазірде кенже ұлы Мұхаммед Әлидің қолында. Анамыз 100-ге келіп, сол бір қуаныштан тойлап жатырмыз. Анамыздың өзі 10 баласы бар. 10 баласының әрқайсысы әр жақта тұрады. Осы Алматыға келіп бәріміз білім алып, бәріне жоғары білім беріп, осы шешеміздің арқасында бәріміз отбасылы болып, бала шағалы болдық. Балаларының алды Астанада тұрады, 2 қызы Қызылорда облысында өңірінде тұрады, қалғанымыз осы Алматы қаласының ішінде. 100 жасаған анамыз бұл күнде ұрпақтарының көз қуанышы. Өз ұлдарынан бөлек 43 немере, 42 шөбере, 3 шөпшек сүйіп отыр. Жас кезімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дегендей, Әлімхан кейуана бейнетінің зейнетін көріп отырған бақытты ана. Арман Құдайберген, Елдар Мұқаш, Күліп Оян, Алматы.